Достар, қоңыраулар. Кішкентай көжек Банни қайын тоғайдың нәзік қоңырау гүлдерінің арасында өмір сүрген. Көжек өзінің алаңқайында айналып жүгіріп келе жатқанда, қоңыраулар оған көңілді сыңғырлайды екен. Күн сайын көжектің анасы Банниге сәбіз, шырынды тамырлар немесе жас ағаштардың қабығын табу үшін алаңқайдан кетеді екен. Бірде көжектің анасы Банниге тамақ іздеуге кетіп қалғанда, алаңқайда қызыл түлкі пайда болады. «Сен қандай жақсысың, жұмсақ, керемет, әдемісің, және тентексің, бірге ойнайықшы», деді түлкі. Мұнда Банни түлкі кенеттен осы сөздермен көздерін қуланып қысып тұрғанына назар аударды. Ол бірден өз анасының сөздерін есіне алды. Баннидің анасы кетіп бара жатып, «Түлкіден сақ бол, оған сенбе, алдайды ол сені». Банни артқа қарамай жүгіруге асықты. Су ағынынан, ойықтардан және құлаған ағаштардан секірді. Түлкі Банниді ұстау үшін тез жүгіруге тырысқанымен, ол жылдам көжекті қуып жете алмады. Көжек түлкіден қашып кеткеніне қуанды. Бірақ айналасына қарап, өзінің жоғалып кеткенін түсінді. Судан кейін көжек отырып қатты жылады. «Маған алаңқайды қалай табуға болады? Менің үйім қайда?» деп қайғырды. Осы кезде қасында кәрі кірпі өтіп бара жатты. «Сен неге жылайсың, көжек?» деп сұрады ол. «Ой, кірпі ағай, түлкі мені қуып жіберді. Мен одан қашып жөнелдім. Бар күшіммен жүгірдім. Енді мен өзім адасып кеттім. Енді үйге қалай жол табуға болатынын білмеймін», деп көңілсізденді көжек. «Ал сен қайда тұрасың? Өз үйіңді сипаттап берші», деді кірпі. «Мен қайын тоғайындағы ғажайып алаңқайында тұрамын. Онда қоңырау гүлдер өсіп тұр. Олар менің достарым. Бізге әрқашан көңілді бірге. Мен алаңқайда жүгіріп жүргенде қоңырау гүлдер қатты сыңғырлайды. Мен тәтті сәбіз жегенде қоңырау гүлдер маған көңілді әуен ойнайды. Ал ұйықтап жатқанда олар маған бесік жырын ойнайды», деп жауап берді Банни. «Ендеше олардан үйге баратын жолды көрсетулерін сұрап көр», деп кірпі айтты. Көжек кішкене ұялып тұрды. Біраз ойланып қатты айғайлап айтты. «Қоңыраулар, қоңыраулар, маған үйге жол табуға көмектесіңдерші». Кенеттен бұталардың жанында қоңырау естілді. Көжек кірпіге таңдана қарап құшақтады. «Меніңше, маған кетуге уақыт келді. Рахмет сізге, кірпі ағай». «Жақсы, көжек, достарың саған көмектеседі», деп күлді кірпі. Банни орманның әртүрлі бөліктерінде таратылған қоңырау үніне жүгірді. Қоңыраулар бұталардың жанында, судан кейін биік қарағайдың жанында, ойықтардың жанында, құлаған ағаштардың жанында, судан кейін су ағындардың жанында шырылдады. Банни өзінің алаңқайына келген кезде қоңыраулар оны қуанышпен қарсы алды. Осы кезде көжекке көмектескен басқа да қоңыраулар бірігіп қосыла шырылдады. Тіпті кәрі кірпі де сол қоңырауды естіп, күлімсіреп былай сөйледі. «Көжек өз үйін тапқан екен. Жарайсыңдар, достар». Түнде ұйықтар алдында бақытты көжек айтты. «Рахмет, достар, үйде болу қандай керемет. Сонымен қатар нағыз достардың болуы да жақсы». Бұған жауап ретінде қоңыраулар оған нәзік бесік жыры әуенін ойнай бастады.